Математикада да, математикалық сауаттылықта да жиі кездесетін ұбт есебі. Қайық 40 км қашықтықты көлде жүзсе 5 сағат жүзеді, ал өзен ағыспен жүзсе 4 сағат жүзеді. Сал осы қашықтықты өзенде неше сағат жүзеді? Бізде жолдың формуласы S тең V көбейту Т. Енді осы формула арқылы теңдеулер жүйесін құрайық. Бізде жолымыз 40 км тең көлде 5 сағат жүзсе, бізде көлдің ешқандай жылдамдығы жоқ, сондықтан тек бұл жерде қайықтың жылдамдығы бар. Көбейту 5 сағат, сағатымыз 5-ке тең. Ал өзенде ағыспен 4 сағат жүзсе, бұл жерде де біздің жолымыз 40-қа тең. Енді В қайықтың жылдамдығына қосылады өзен ағысының жылдамдығы. Яғни оған өзен ағысының жылдамдығы көмектесіп тұр. Көбейту 4 сағат. Келесі, сал осы қашықтықты өзенде неше сағатта жүзеді? Сал дегеніміз ағаштың ешқандай жылдамдығы болмайды. Сондықтан бұл жерде тек өзен ағысының жылдамдығы болады. Көбейту Т. Осы уақытты біз табуымыз қажет. Осы теңдеулер жүйесін шығарсақ, осы уақыттың мәнін табамыз. Ендеше, бірінші теңдеулер жүйесінен В қайықтың мәнін табайық. 40-ты 5-ке бөлсек 8, яғни бізде қайықтың жылдамдығы 8 км сағатқа тең екен. Келесі осы 8 километрді мына жерге орнына қойып, өзен ағысының жылдамдығын табайық. 40 тең 8 қосу В өзен көбейту 4. Мына 4-ті теңдіктің екінші жағына бөлу арқылы жіберсек, 10 тең 8 қосу В өзен. Сонда біздің В өзен ағысымыздың жылдамдығы 2 км сағатқа тең екен. Енді осы В өзен ағысын осы жерге қойып, Т-ны табамыз. 40 тең 2 көбейту уақыт. Сонда біздің уақытымыз 40-ты 2-ге бөлсек 20 сағатқа тең екен. Яғни біздің ағашымыз өзен ағысымен 2 км сағатпен 20 сағат жүзеді екен. Математикадан қалай дайындаларыңды білмей жүрсең, саған арнап видео сабақтары салынуда. Ол үшін каналға өтіп, YouTube сілтемесін басып, тегін түрде көре аласыздар. Пайдалы болса каналға тіркеліп, лайк басып